Сәлем қыздар, менімен бірге америкалық панкейк дайындаңыздар. Бұл панкейк өте нәзік әрі өте жеңіл дайындалады. Өте тез дайындалады, өте майсыз, ешқандай артық май қосылмайды. Бұл панкейкті дайындамас бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керек болады бір жұмыртқа және жұмыртқаның үстіне құм шекер салып миксерлейміз. Миксерді венчикпен алмастыруға болады. Араластырып болғаннан соң оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Құйып болғаннан соң оны да жақсылап араластырып, қопсытқышпен ұнымызды електен өткізіп саламыз. Салып болғаннан соң жайлап миксермен ең аз жылдамдықтан бастап араластырып, оны да жақсылап араластырып болғаннан соң үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді қызып тұрған майсыз тапамызға қамырымызды салып пісіреміз. Екі бетін жай отқа қойып пісіріп аламыз да, оны неше түрлі нәрселермен сәндейміз. Ескертетін жайт, бірінші беттен қарағанда екінші беті ертерек піседі. Ал қыздар дәмді болсын.